Мидың жұмысын жақсартатын қарапайым амалдар. Біреулер 2 сағатта миллион түрлігін бітіріп тастайды, ал сіз не істеймін, қалай істеймін демен отырасыз. Бұның себебі мидың ширақ болып, жақсы өнімді жұмыс істеуінде. Соңғы кездері ғылымда мидың жұмысына қатысты талай жаңалықтар ашылды. Олардың көбі ми мүмкіндігі шексіздігін, адам оны тиісті дәрежеде пайдаланбай жүргенін айтады. Бұл ақпараттың ғасыры. Айналамызда ақпараттың көптігі сондай, арасынан өзімізге қажеттісін іріктеп алудың өзі қиынға соғады. Әрі заманға сай болуымыз үшін бірнеше тіл меңгеруіміз керек. Жоғары дәрежеде білім алып, кәсіби өсуіміз қажет. Қысқасы, миға салмақ салуымыз тиіс. Сондықтан нейробиолог ғалымдар өз зерттеулер нәтижесінде мидың жұмысын жақсарту үшін түрлі әдістер ұсынып отыр. Калифорния университетінің доктор Даймонд бастаған ғалымдары қызық тәжірибе жасады. Олар ересек тышқанның миына қоршаған ортаның қаншалықты әсер ететінін зерттемек болады. Сол себепті тышқанның бірін қызылды-жасылды ойыншығы көп Диснейлендке кіргізіп, жанына бірге ойнау үшін өзге тышқандарды жіберіп тұрады. Алдағы бір басқа тышқан қалыпты ортада өмір сүріп жатты. Нәтижесі қалай болды дейсіздер ғой. Арада біраз уақыт өткенде ғалымдар 2 тышқанды миын қайта тексереді. Сөйтсе, Диснейлендтегі тышқанның миы қалыпты жағдайда өмір сүріп жатқан тышқанның миынан үлкен болып шығады. Кейін бұл тәжірибе адамға қайталанады. Белгілі болғанындай, түрлі жаңа жерлерді көрген, әртүрлі адамдармен сөйлескен, қарым-қатынасқа түскен жанның миы үйден шықпай, тек бір істі қайталай беретін адамның миына қарағанда едәуір үлкейгені байқалған. Бұдан шығатын қорытынды ретінде доктор Даймонд, егер адам миының жақсы жұмыс істеуін қаласа, күнделікті бір іспен айналыса бермей, түрлі қадамдарға барып көргені жөн екенін, тіпті күнде баратын жұмысқа да әртүрлі жолмен баруға кеңес береді. Мұның өзі адам миына өзгеріс әкелсе керек. Ал миын жаттықтырмаған жанның миы солай беретін көрінеді. Енді мидың жұмысын жақсартатын әдіс-тәсілдерге келейік. Әрине, сіздің бірнеше айға Диснейлендке немесе шетелге көшіп барып, саяхаттап қайтатын мүмкіндігіңіз жоқ шығар. Әйтсе де, түрлі тәсілдер арқылы миыңызды жақсарта түсуге жағдайыңыз бар. Оған тіпті күніне 4-ақ минут уақыт кетеді. Ғаламтордан әртүрлі бишілердің биін көріп, солармен бірге 4 минуттай қайталаңыз. Бұл миыңыздың қозғаушы қыртысының жұмысын жақсартады. Өзіңізге таңсық, бұрын мүлде дәмін татып көрмеген асхананың тамағын жеп көріңіз. Мысалы, сіз әдетте түрік, өзбек, қазақ асханасын жақсы көресіздер. Енді кәріс, жапон, араб секілді ұлттардың ұлттық тағамын байқап көріңіз. Өйткені мидың жұмысын жақсартуға біздің дәм сезу мүшеміздің де ықпалы өте көп. Мидың жұмысын жақсартудың түрлі тәсілдері жетерлік. Мысалы, диет каналдардан өзіңіз мүлде ұқпайтын тақырыптарға қатысты лекциялар көріңіз. Спектакль, радио бағдарламалардың аудиосын тыңдаңыз. Өзіңізді қызықтырмайтын спорт, экономика немесе саясат секілді тақырыптардағы мақалаларды оқыңыз. Көру қыртысыңызды жақсарту үшін музейге барғаныңызда өзіңізге мүлде таныс емес картинаны немесе өнер туындысын жанына кем дегенде 4 минут отырыңыз. Оның мән-мағынасы үңіліп, ой жүгіртіңіз. Бұл сізді жаңа дүниеге басқа қырынан қарауда үйретеді. Тіпті музейге бармасаңыз да, ғаламтордан бір қызық туындыны тауып алып, компьютеріңізді ашып қойып, бір сәт басқа әлемге саяхат жасап көрсеңіз болады. Мидағы есту қыртысыңызды дамыту үшін ғаламтордан кез келген музыкаға арналған сайтты тауып алып, бұрын тыңдамаған, өзіңізге ұнамаған жанрдағы музыканы тыңдап көріңіз. Егер бұрын рок ұнамаған болса, оны қайта-қайта тыңдап, адамдар не үшін бұл жанрды жақсы көретінін түсінуге тырысып көріңіз. Иіс сезу қыртысыңызды жақсарту үшін әдемі иістерді жанына арнайы тоқтап, терең тыныстап алыңыз. Ол таңертең жұмысқа келе жатқаныңызда жаны өтіп бара жатқан кофейнадан шыққан кофе иісі болуы мүмкін. Немесе бүгін ғана сатып алған кітабыңыздан шыққан қағаз иісі. Немесе алдыңызға алған жаңа ғана пісірілген торттың тәтті иісі шығар. Қалай болғанда да өзіңізге жағымды иісті көргенде тоқтай қалып, иісін сезінуді ұмытпаңыз. Бұл әдістер тым қарапайым көрінуі мүмкін. Алайда тұрақты істеп, мидың жұмысына мән беріп жүрсеңіз, нәтижесі болары анық. Бұл видео сіздерге пайдалы болса, онда лайк басып пікір қалдырыңыз.